Армысыздар, құрметті аудан тұрғындар. Дәл қазір мен Панфилов аудандық көпсалалы аурухана жанындағы жұқпалы аурулар бөлімінде тұрмын. Бұл жерде ауданымызда коронавирус ауру жұқтырған науқастар емделуде. Соңғы уақытта ауданымызда вирус жұқтырғандар саны өте көбеюде. Сол үшін сіздерге осы жердегі коронавирус жұқтырған адамдардың жағдайын, жалпы ол кісілер қалай емделіп жатыр, жалпы ауру деңгейін сіздерге көрсетпекпін. Бұл жерде науқастың ауыр түрі жатыр. Өкпесінің 75% қабынған, аппаратта арнайы емделіп жатыр. Вакцина алынбаған. Шыны керек, қараудың өзі ауыр. Жазылып кетуін тілейміз. Ол кісінің өкпесі 75% қабынған пневмониядан. Бұл жерде вирус жұқтырған науқастар 3 адам жатыр. Қалдарыңыз қалай? Жақсы ма? Амансыздар ма? Қалай денсаулықтарыңыз жақсардыңыздар ма? Жақсарып қалдық. Қанша уақыт болды жатқансыздар? Үшінші сутка жатыр. Үшінші сутка, иә. Вакцина алып бердіңіз? Өзі вакцина енді алайық деп неғып жүрміз. Үлгермедіңіз, иә? Үлгермей қалдыңыз. Жасыңыз нешеде? 60-та. 60-та. Жалпы енді вакцина алудың пайдасын сездіңіздер ғой, жалпы қаншалық қажет екенін. Вакцина алсақ, мұндай қандай түспес едік деп ойлаймын. Бұл кісілер аурудың ауыр түрін өтіп, жеңіл түріне өткен. Қазір жағдай жақсарса, алдағы уақытта шығуға дайын адамдар, иә? Жағдайларыңыз жақсы, ешқандай ауруды сезіп тұрған жоқсыздар, иә? Вакцина аласыздар, Құдай сақтасын, аман болыңыздар, жазылып кетіңіздер. Рахмет. Ауыр келдім, сенбеуші едік, үйден шықпай, тойға да барған жоқпын, әзірге де барған жоқпын, аяқ үйде отырған, ауырып қалдым, нақыздарға рахмет, аман есен алып қалды, қатты аппараттарда жатқызды, шыдаймыз, апа шыдаймыз деп шыдадым, рахмет, санитарка, медсестра, врач, бәрі өлім аузынан енді басқан мені өлім аузынан алып қалды. Балашағым шыңғырып, ұзап кетті ғой, мамамыздан айырылдық па деп. Аман есен қалдым, рахмет бәрілеріне, ола тақала, аламады рахмет. Прививка алу керек, алмаса болмайды екен. Күйеу балам айтып еді, мама алшы деді. Себебі мен де 2 балам шығырдап кетті. Көретін өмірім бар екен. Рахмет сендерге. Ақ қалатты мына әзір жандардың арқасында осы қалге жетіп отырмыз, қалқайып отырмыз. Бүкіл ауданның тұрғындары вакцина алыңыздар. Вакцина алыңыздар. Одан ешқандай қорқып, жалпақтаудың қажеті жоқ. Жұқпалы аурулар бөлімінен шықтық. Өздеріңіз көргендегідей, бұл жерде 31 адам жатыр. Соның біреу ғана вакцина алған, қалған 30 адам ешқашан вакцина алмаған тұрғындар. Жағдайларын көрдіңіздер, қандай аппаратта жатқан, қалай емделіп жатқан, жалпы не айтқан өздеріңіз көрдіңіздер. Сондықтан баршаңыз, құрметті аудан тұрғындары, вакцина алу қажет. Өйткені бұндай індеттен құтылу үшін, бұндай карантин талаптарын тоқтату үшін баршамыз вакцина алсақ, ұжымдық иммунитетті қалыптастырсақ, бұрынғы бейбіт күнге оралармыз деп ойлаймын. Жаңағы бір 30 минуттың ішінде мына жерде небір ауруларды көрдік, небір медицина қызметкерлерінің қалай қорғаныш құрал костюммен еңбек етіп жатқанын көрдік. Өте күрделі, өте ауыр. Сондықтан баршаңызды вакцина алуға шақырамын.